Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге арыстан, қасқыр ертегісін айтып беремін. Олай болса, ертегіні соңына дейін тыңдаңыздар. Баяғыда арыстан, қасқыр, түлкі үшеуі дос болыпты. Олар үшеуі қосылып аң аулауға шығыпты. Олар бір киік, бір кесек қоян ұстап алады. Олжаларын ортаға жинап, бөліске кіріскен кезде арыстан қасқырға былай дейді: «Сен бөліп бер бізге». «Жарайды» дейді қасқыр. Сөйтеді де есекті арыстанға, қоянды түлкіге, ал киікті өзіне алады. Қасқырдың бөлгеніне арыстан қатты ашуланып кетеді. Сөйтеді де қасқырдың мойнын жұлып алып лақтырып жібереді. Арыстан түлкіге қарап: «Енді азықтарымызды сен бөл, әйтпесе мына жолдасың бәрін шатастырып жіберді». Сонда түлкі айтады: «Жарайды, бұл аса қиын шаруа емес. Мысалы, есекті таңғы асқа жеңіз, киікті кешкі асқа жеңіз, қоянды екеуінің ортасында жейсіз» дейді. Сол сәтте арыстан мәз болып миығынан күледі. Түлкіге қарап: «Апыр-ай, сен не деген керемет шебер едің. Соншалықты білімді кімнен үйренгенсің?» дейді арыстан. Түлкі болса: Ақсақал, ол бөлістің білімін маған үйреткен жұлынып түскен қасқырдың басы емес пе?» дейді. Бұл үшеуінің достықтары осымен тәмәм болады. Ал арыстан болса азыққа тойып қала береді. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Егер менің ертегім ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.